2016 жылдың аяғында қазан айында осы Қазақстан Республикасына Монғолиядан Баян-Өлгей аймағынан келдік. Бірден келіп жаңа Торайғыр университетіне оқуға түстік. Сол жерден құжаттарымызды жергілікті мұғалімдер, жаңа жауапты азаматтар құжаттарымызды реттеп, аударып, нотариуспен өткізіп деген сияқты соның барлығын ұйымдастырып, оқуға түсуімізге көмектесіп, сол жерде Монғолиядан мен жаңа ОБТ-ды тапсырдым, Монғолияның сол жақтың ұлттық бірыңғай тестісін тапсырып, сол жерден құрылыс инженері деген мамандыққа оқуға түсіп тұрдым. Бірақ мен өзімді сол Монғолияның құрылыс инженерлерінің қатарынан, сол жердегі еңбек ететін азаматтардың қатарынан көре алмағандықтан, өзімді Қазақстан Республикасына осы Қазақстанның бір кірпіші болып қаланып, осы жерге деген бір атамекенге келіп, өзіміздің еңбек жолымызды бастасақ деген ниетпен бірден осы елге деген сағынышымыз жетелеп алып келді. Және осы 4,5 жылдан кейін осы атамекенге келіп, осы міне бір 10 күннің ғана айналасы болды. 10 күн бұрын ғана Қазақстанның ресми азаматы деген құжатымызды алып, жеке куәлігімізді алып, бір қуанып жатырмыз. Оның өзі бір шеттен келген қандас үшін, ағайын үшін үлкен бір қуаныш, үлкен бір өзіңді еркін сезінесің. Бұл елде жаңағы бұған дейін келгенде де ешкім қысап қинаған жоқ қой. Дегенмен де ұйқың тыныш, өзіңнің еліңде, өзіңнің жерінде заңды түрде ұйықтап тұрып жатқан үшін бір қуанады екенсің шынымен. Досжан 2017 жылы осы жерге Павлодар мемлекеттік университетіне Сұлтанмахмұт Торайғыров атындағы арнайы бағдарламамен, Foundation деген бағдарлама, шамасы сол жақын шетелдегі қазақтардың балаларын осы жаққа келіп оқытатын бағдарлама. Сол арқылы осы жаққа дайындық курсына келді ғой. Сол уақыттан бастап оны енді танығанда ол бағдарлама бойынша келіп жатқан, осы жерде білім алып жатқан енді әжептәуір бала бар ғой. Соның ішінде өзі ерекшеленіп шығып, қоғамдық жұмыстарға белсене араласып, қолынан келетінін, іскелетінін көрсетіп, қайрат көрсетіп, жаңағы өзі студент бола тұра, сол айналасындағы өзімен бірге келген өзімен қатар құрбы құрдастарына жол көрсетіп, олардың бір қағаздарын реттеп, әйтеуір бір анау қосып қойған ойыншық механизм сияқты зырылдап жүгіріп жүретіндігінен көзге түсті ғой. Сол уақытта таныстық, айналамызға келді, аға деп, содан бастап өзі жұғымтал кез келген адаммен тіл тапқысы келіп тұрады, әйтеуір келіп. Бас кезінде тілден қиындықтар болады, міндетті түрде ол солтүстік өңірге келген жандардың барлығында болу керек. Тілден қиындықтар болды, бірақ жаңағы дамыған заман Google перевод деген бар, кітаптар бар, әртүрлі аудармалар барлығын оқыдық. Ең алғашында да магазинге барып сөйлесе алмаймыз біз жаңа сатушылармен дұрыс. Қазір кез келген магазинге барып, жаңа товардың құрамын сұрап, жаңағы жарамдылық мерзімін сұрап, сапасын сұрап, орысша кез келген адаммен сөйлесіп, жаңағы толық ақпаратты ала аламыз қазір магазинге барып. Бұрын не берсе соны алып кете беретінбіз ғой. Елден келе салған кезде бір бөтен қоғамға түсіп кетермін, танымайтын адамдар қалай болар екен қорқыныш болды. Бірақ осы жаңа журналистикаға келген кезде жаңа ағаларымыз, Жарқынбек ағаларымыз бар, тіпті сол кісілердің жанында жүрген Данияр ағалар бар, көптен араласатын ағаларымыз бар. Сол кісілер журналистикада осы ақпарат саласында қандай өздерінің тәжірибелері бар, солармен бөлісіп, бауырына тартып, жаңағы ағалық ықыластарын көрсетіп жатты. Енді кәсіп саласына келген кезде Асылбек ағамыз бар, Асылбек Туғанбай. Сол кісі өзінің ақылын айтып, кез келген бір қиындықтарда, енді кәсіпті деген бір жақсы нәрсе, бір әдемі нәрсе болып көрінгенмен, оның ішінде ар жағында көптеген қиындықтар кезде, соның барлығынан енді жас болғандықтан шешімін таба алмай қалатын сәттеріміз көп болды. Соның барлығында жаңа Асылбек ағамыз көмектесіп, ақыл кеңесін беріп, жолға салып, өзі бір ағалық ақылымен көмектесіп демеу жіберген тұстар өте көп болды. Осы жаққа келген өзіміздің бауырларымызға, қарындастарымызға оқуға келген бір қолымыздан келгенше материалдық жағынан болсын, ақыл кеңес айтып, сол жағынан көмектескіміз келіп тұрады. Енді осы Досжанның да айналамызға келгеннен кейін аға деп айналамызда жүргенде ақыл кеңесімізді айтып, қолдан келгенше кәсібіне, басқа жағдайларда көмектесуге тырысатынымыз сондықтан. Жас болып жалғыз келуден қорқуы мүмкін, ата-анасымен келуден үлкендер шаршап қала ма деп қорқуы мүмкін жастар. Сондықтан жастар мүмкін болса өздері келіп, көріп, одан ата-анасын көшіріп келіп жатады. Қорқпай келе беруге, үлкен болсын, жас болсын, кәрі болсын, бұл жерде жұмыс жетеді, өздеріңіз білесіздер. Істеймін деген адамға, еңбек етемін деген адамға барлық жағдай жасалған. Сондықтан бір жылдың ішінде осындай бір жетістік, Монғолиядан келіп, жаңа бір мемлекетке келіп, ат басын тіреп жатқан азамат үшін бұл үлкен жетістік деп білем.
сондықтан да осындай жетістіктер барша біздің елдегі қандастарға, бауырларға тілейміз, келсін, көрсін, азаматтық алсын, ең бастысы осы елдің азаматы болып еңбек етсін, басқа елдің жаңағы өзге елде сұлтан болғанша өз елінде ұлтан бол дейді ғой. Сондықтан осы өз елімізге келіп, өзіміздің жаңағы бір қоғамымызға бір кірпіш болып қалансақ, бұл үлкен бір абырой деп білеміз.